Мен өте ризамын бұл жігіттерге. Мына біздің неміз отқан Айткүлге, мына Эдуард жігіттерге. Мына құлағыммен екінші категория естімейтін. Сол келген вообще маған айтқан. Бүкіл бармаған жерде тоқтатамыз. Тоқтатам, менде сахар бар, ненің екінші категория, екінші тип. Сосын құлағым уже 10 жылдан асты құлағым естиді, бірақ анық естілмейді. Не раз болшы естеді. Соны 7 рейстен өтті, 7 рет прием өткізді. Бүгін өте жақсы. Құлағым жақсы, даже нөлевой категория түсті. Бірінші, екінші, үшінші емес, мен екінші категория нөлевой түсті. Екінші жағынан, басқа жағынан бәрінен результат бар. Әлі емделіп жатырмын. Бірақ мен өте ризамын. Жігіттер мынау Эдуард өте білікті маман. Қасына Айткүл, оның қасында үйреніп жүрдесі, бірақ екеуі жақсы маған. Өте әдепті, өте ешқандай менде претензия жоқ. Өзім талай жердің нелерде болдым, бүкіл нелер бартардың бәрін өттім, бүкіл емдің бәрін өттім, бірақ өте қатты ризамын. Алғысын білдірем. Ары қарай бұл нелердің бұл компания алға тарта берсін, істей берсін. Ойлаймыз ары қарай құлағым жақсы естіп, ары қарай осылай қалады деп ойлаймыз. Қант басқалар бәрі дұрыс алады деп. Өткенде тексердім, мен өткен кезде мен тексеріп отырамын. Медицинский мен анализ тастап тексеріп отырамын. Бұлар өтірік айтты ма, шын айтты ма, қандай результат деп тексердім. Өздігі өттім, артерия мен венозный каналда өттім, крупный нелерден, олар ешқандай не жоқты, өте таза еді, ешқандай затор нелер жоқты, таза шықты. Сондықтан басқа жағынан бүйректі енді өтте үлкен екі тас бар екен, сол ақырындап соны кетіреді деп отырмыз, сонымен айналысып жүрміз. Сосын іші құрышты тазартып, біраз тазартып, 117 келіден қазір 113 келіге түстім. Бұлай өзім жеңіл сездім. Бір жағынан фитнес көреміз, бір жағынан тексеріп көрдім, бір жағынан көтеріп қоятыр. Результаты бары өте жоғары бұлай айтқанда. Бір жағынан өте жеңіл сездім. Қазір 65-ке кеттім, 65 жасқа. Сондықтан ешқандай бәрі мен ризамын. Ары қарай қалғандар уақыт көрсетеді. Бірақ қазір өте риза болды. Сондықтан алғысымды беремін, Эдуард. Бәрі жақсы болсын, істерің алға бассын. Аяқ қолдар дерт бермесін, бақытты болыңдар.